Ассалаумағалейкум. Мен Қытай Халық Республикасының FM Орды компаниясының жұмысшысы болам. Қазір енді біздің мақта машиналары комбайндар қазір Қарақалпақ Республикасына кіре бастады. Бүгін Амдария районында операторларға үйретіш болды. Бүгін міне амулетқа өтіп, нағыз теруді бастаймыз. Енді біздің мақта машина болса, бұл бірінші нарқы төмен және расходы төмен. Басқаларға қарағанда тазалық жағынан шпендір саны көп, ат күші зор болады. 300 ат күшіне ие. Бұдан терілінен бір күніне 20 гектардай жерді мақталуға болады.